белгілі жазушы, абайтанушы, әуезовтанушы, алаштанушы, тарихшы, аудармашы, ғалым, филология ғылымдарының докторы Тұрсын Жұртбайдың туғанына 70 жыл толып отыр. Тұрсын Жұртбай 1951 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шаған ауылында дүниеге келген. 1974 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті журналистика факультетін бітіргеннен кейін Жетісу газетінде білім және еңбек жұлдыз журналдарында еңбек етеді. 1990 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында, Мұхтар Әуезов мұражайында аға ғылыми қызметкер, бөлім бастығы, директор, онан кейін Қазақ ұлттық университетінде оқытушы болып қызмет етеді. Ал 2001 жылдан Отырар кітапханасындағы ғылыми зерттеу орталығында директор болып қызмет етеді. Тұрсын Жұртбай көптеген кітаптар мен ғылыми монографиялардың, аса ғылыми мақалалар мен басылымдардың авторы. Тұрсын Құдагелдіұлының Абай шыңы, Мұхтар шыңы атты алғашқы шығармасы 1966 жылы мектеп оқушыларының республикалық байқауында үздік атанып, 15 жасында баспасөз бетінде жарияланады. Содан бері Тұрсын Жұртбай поэзия, проза, ғылыми зерттеу жанрларында қалам тербеп, өзінің қолтаңбасын қалыптастырды. Оның шығармашылық жолы ақын ретінде басталды. Алғашқы өлеңдері 10 жасында республикалық лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде жарық көрді. Қоңыр қаз, жүрегімде жұмыр жер атты жыр жинақтары кезінде әдеби сыннан жақсы бағасын алды. Ол мөлдір көз, көгілдір әлем, Шилөзен қамсай, қар астындағы көбелек, ұшмаған ұш балалығым, қалампыр, замандасым сырласым, қоңыр қаз, жүрегімде жұмыр жер, дара тұлға, болашақтың бәйтерегі, тағы басқа да көптеген көркем шығармалардың авторы. Проза саласындағы алғашқы туындысы болашақтың бәйтерегі деп аталады. Бұл жинағында адам жан дүниесінің тазалығы мен табиғаттың әсем сұлулығы суреттеледі. Кітапқа кезінде әртүрлі әдеби байқауларда жүлделі орындарға ие болған Бес қарагер, Аэродром атты әңгімелері және Жер бесік атты роман новелласы еніп отыр. Бір уыс жусан. Бар арманым жасандылыққа, әсірелеуге ұрынбай, бірегей құнды дүние жазсам-ау деген жазушының бұл жинағына балалық шақтың естен кетпес сәттері, таусылмас қызықтары, жастық шақтың ақ арманы, адам тағдыры, балалық кіршіксіз бала махаббат сезімі әңгімеленеді. Жинақтағы өмір шындығын, адам тағдырын суреттейтін түйешінің қызы, бір уыс жусан, қар астындағы көбелек, күн өмірімнің жанары атты әңгімелері келер ұрпаққа үлгі өнеге, тәлім тәрбиесі мол шығармалар. Бейнет сусыны атты еңбегінде жазушы әңгімені септік жалғаулары арқылы өрбітеді. Бұл эссе толғау. Сонымен қатар осы суреткерлердің өмірі мен шығармашылығын көрсетеді. Сондай-ақ бұл кітапта белгілі тұлғалар Сайын Мұратбековтың, Қабдеш Жұмаділовтың, Қалихан Сқақовтың, Ләйла Мұхтарқызы Әуезованың шығармалары туралы, солар туралы естеліктері жинақталған.
Онан кейінгі жазушының бір көлемді жақсы туындысы ол «Бесігіңді аяла» деп аталады. Бұл Тұрсын Жұртбайдың 25 жылдық ізденісінің нәтижесі болып табылады. Мұнда ұлттық ұлы тұлға Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылығының басталу жолдары, онан кейін оның көркем туындыларының жазылуы, тарихи негіздері, жазушы мен кейіпкер арасындағы байланыс, Абай жолы роман эпопеясы туралы және осы романдағы Құнанбай, Абай бейнелерінің өмірлік деректері тереңінен зерттеліп көрсетілген. Тұрсын Жұртбайдың өмірлік шығармашылық мақсатына айналған үлкен тақырыбы ол абайтану, Әуезовтану, алаштану. Бұл бағытта ол бейуақ, дулыға, кетбұға, бесігіңді түзе, бесігіңді аяла, талқы, күйесің жүрек сүйесің, Құнанбай, Абай және рухани тәуелсіздік мәселесі, сүре сөз, ұраным алаш атты деректі ғылыми зерттеу кітаптары шықты. Бейуақ монографиясының негізінде кандидаттық, бесігіңді түзе зерттеу кітабы негізінде докторлық диссертациялар қорғалды. 2002 жылы профессор ғылыми атағы берілді. Тұрсын Жұртбайдың ғылыми жетекшілігі мен Мұхтар Әуезовтың өмірі мен шығармашылық шежіресі, Мұхтар Әуезов туралы естеліктер, Әуезов әлемі, Абай жолы роман эпопеясының ғылыми текстологиялық салыстырудан өткен басылымы, Мұхтар Әуезов шығармаларының 50 томдық толық жинағының 1-7 томдары, Әуезовтың «Ескермедім, қабылдамадым» атты ашық хаттар жинағы жарық көрді. Оның қатысуымен Мұхтар Әуезов энциклопедиясы дайындалды. Ұраным алаш атты 3 бөлімнен тұратын түрме әфсанасында ғалым 1922-1957 жылдардағы қысым мен саяси жазалау, ұлт зиялыларын қудалау мен қуғын сүргінге ұшырату, ұлттық сана мен құндылықтарды жою бағытында тұқым үзу мен халықтың жадын өшіру, әдебиет пен мәдениетті рухсыздандыру тұрғысындағы репрессия, Алаш және Алашорда үкіметі мүшелерінің жалпы жиыны 71 адамның үстінен жүргізілген тергеу істерінің негізінде патшалық отарлау, жазалау саясатының заңды жалғасы ретінде қарастырып шынайы ашып дәлелдеп берді. Өткен ғасырдың 40-50 жылдарындағы қысымның да астарлы себептерін әдебиетші барынша ашып көрсетті. Тұрсын Жұртбай өзінің «Ұраным алаш» атты 3 томдық іргелі зерттеу еңбегі мен «Алаш ақиықтары» атты зерттеу деректер жинағы мен алаш қайраткерлерінің беймәлім шығармаларын жалпы жұртшылыққа таныстырды. Тұрсын Жұртбайдың біздің кітапханаға келіп түскен жаңа жинағы ол кешегі өткен «Би Құнанбай» деп аталады. Бұл Абай Академиясы ғылыми зерттеу орталығының жобасы аясында жарық көріп отыр. Бұл басылымда Құнанбай Өскенбайұлының өмір шындығы мен Абай жолы роман эпопеясындағы көркем шындық салыстырылып, сараланып беріліп отыр. Сондай-ақ даңқты Аға Сұлтанның тарихи тұлғасы мен оның басынан өткен оқиғалары әңгімеленеді. Онда Құнанбай кім, ол өмірде қандай адам болған, алдына қойған мақсаты, өмірдегі басынан кешкен ғұмыры туралы әңгімеленеді бұл кітапта. Бұл зерттеу еңбекте бұған дейін беймәлім болған архив құжаттары, жекелеген қолжазбалар және өмірлік деректер пайдаланылып отыр. Тұрсын Жұртбайдың көркем шығармалары мен зерттеу еңбектері әлемнің 15 тіліне аударылған. Ал оның аса ғылыми еңбектері ЮНЕСКО-ның ресми тілдеріне аударылған.
Тұрсын Жұртбай, Тогенің, Шефнердің, Рождественскийдің, тағы басқа да көптеген ақындардың өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Тұрсын Жұртбай Қазақстан Жазушылар Одағының Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы Алаш және Ілияс Жансүгіров атындағы әдеби сыйлықтарының лауреаты. Түрік дүниесі мәдениеті мен ғылымын насихаттағаны үшін мемлекетаралық түрксой қауымдастығының сыйлығы иегері. Тұрсын Құдайелдіұлы Жұртбай Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін нығайтуда, тарихы мен мәдениетін терең түбегейлі зерттеуде алдыңғы қатарда жүрген қоғамдық ғылым саласындағы ғалымдардың бірі.